Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Есімім Шавкат Хамит. Қазақстан тарихы, эссеистика, яғни көркем әдебиет. Мен таңдаған кітабым Қаныш Сәтбаев, академиктің көз жасы, яғни бұл кітап 1930 жылы жазылған. Қаныш Сәтбаев жайлы оқиғалар, хикаялар. Сол жылдағы репрессия, сол жылдағы ашаршылық барлығы бейімделген. Қабдеш Жұмаділовтің көз жасы шығармасы қазақ әдебиетінде ең ауыр, ең шынайы туындылардың бірі. Бұл шығарма оқырманның тек тарихи шындықтың ғана емес, терең психологиялық толғаныс, рухани қорғаныс, қақтығыс, яғни бұлт жадындағы жара арқылы тебірентеді. Мен бұл шығарманы оқи отырып бір адамның тағдыры, тұтас бір халық тағдырымен бір академиктің көз жасы ғасырлық өкінішпен астасып жатқанын сезіндім. Туынды 1950-1980 жылдары арасындағы кеңестік идеологиялық үстемдік құрған. Ғылым мен өнер саяси сүзгіден өтпей күн көре алмайтын шындықты айту қылмыс болып есептелінген заман болды. Бұл дәуір қазақ зиялыларының дауысы өшірілген, тарихи бұрмаланған, мәдени мұрасы тыйымға түскен уақыт. Автор дәл сол кезеңді академиктің тағдыры арқылы ашып бізге мәлімдейді, яғни Қабдеш Жұмаділов. Академик шығарманың жүрегі, ең үлкен символ болып табылады. Ол білімді, парасатты, әділ ғалым. Оның өмір жолы жеңіл емес. Ғылымға адалдығы, ұлтқа жанашырлығы үшін талай ауыр тергеуден, қысымнан, жала мен күдіктен өтеді. Академиктің көзіндегі жас әздікте емес, рух биіктігінен белгісі. Ол жылаған кезде оқырман ретінде оның қайғысын сезіндім. Жүрегіме салмақ түсті. Себебі оның көз жасы ұлты үшін жылаған ердің жасы, оның көз жасы ғылымды қорлаған саясатқа деген сол жылдағы саясатқа деген қарсылығын білдіреді. Оның көз жасы жоғалған ұрпақ, ұмытылған тарих, ұмытылған мәдениет, ұмытылған қазақ рухы, өртелген қолжазбалар, өртелген бейне таспалар, құтыланған ғалымдар мен үшін төгілген тамшы. Шығармада қоғам бейнесі 3 тип арқылы көрінеді. Жаңағы бірінші бөлімдегі талдау. Шығармада қоғамның 3 тип арқылы көрінеді. Әділдік жолындағы тұлғалар, жағымпаз шенеуніктер және үнсіз көпшілік. Бірінші топ үнсіз көпшілік. Бірінші топ академик сияқты аз ғана адам. Олар шындық үшін күреседі, және де шындық үшін өз аттарын бермейді. Ғылымды биліктің құралы емес, халықтың рухани байлығы деп санайды. Яғни ғылым билікке қызмет қылу емес, ғылым халыққа қызмет ету деп есептейді. Екінші топ мансап үшін ғылымды сататындар, яғни олар партияның айтқанымен жүреді, қазақ руханатын идеологиясына құрбан еткен, яғни партияның айтқан сөзін заң қылып, қазақ болатыр, қазақ рухына өзінің кері әсерін тигізеді. Және де үшіншісі ол шындықты біліп, бірақ та шындықты айтуға қорқатын жандар. Бұндай жандарды Қаныш Сәтбаев атамыз өзіне тартқан, бірақ та шындықты айтуға батылы жетпейді. Сондықтан да олар үнсіздікпен өз өмірлерін сүрген десек те болады. Қазақ тарихы мәдениетке қатысты тақырыптарды зерттеу қауіпті болды. Шындықты ашық айту өмірге қауіп төндіретін іс. Яғни ұлттық еркіндікті дәріптейтін жұмыстар ұмытшылдық деп айтылды. Академиктің әр сөзі мен іс-әрекеті осы қысымға қарсы тұрған ерліктің көрінісі болып есептелді.
Шығармадағы басты кейіпкер академик. Ол білімді, адал, әділ ғалым ретінде суреттелді. Қазақ тарихын зерттеу мен ұлттық мәдениетін қорғау жолында күреседі. Сонымен қатар шығарманың негізгі сұрақтары ғылым мен шындықты сақтау мүмкін бе? Немесе партия қысымы мен идеологиялық шектеулер жағдайында зиялылардың әрекеті қандай болуы керек? Ұлттық тарихи мәдениет пен мұраны қорғау жолында қандай қиындықтар кездеседі және жеке адамның батылдығы арқылы ұлт тағдырын сақтауға бола ма деген мәселелер. Автор бізге көрсеткісі келгені қызығушылық пен адалдық, білім мен ұлттық рухқа деген сүйіспеншілігі. Ғылымдағы ең басты құндылық ол шындықты айту, кейде өмір үшін іс болатынын көрсету. Осы арқылы адамдар және кәсіби борышын мәнін ашу. Бағанағыдай айтып кеткендей, қосалқы кейіпкерлер партия жағымпаздарға, яғни ғылымды мансапқа пайдаланып, әділетсіздік үнсіз немесе белсенді түрде қатысады. Қорқақтар үнсіз, бірақ ішкі сезімдері бар. Шындықты айтуға батылы жетпеген кейіпкерлер. Шындықты айтуға батылы бар жас ғалымдар академиктің адалдығы мен батылдығын шабыт алып, өздерінің ұстанымын қалыптастырады. Қабдеш Жұмаділов осы кейіпкерлер арқылы сол дәуірдің психологиялық ахуалы, зиялылары арасындағы қорқыныш пен адалаусыздық және адамдардың әртүрлі реакциясын көрсетеді. Шығармада қазақ дәстүрлері мен салт дәстүрлерінің көрінісі негізінен адамгершілік, тәрбие, ізгілік және құрмет арқылы беріледі. Өйткені автор әр кейіпкердің мінез, құлқы мен іс әрекетін осы құндылықтары арқылы ашады. Және оқырманға олардың рухани әлемін түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, шығармада үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету ерекше назарында. Кейіпкерлер үлкендерді сыйлап, олардың пікірін тыңдайды, ал кішілер мейірімділік пен қамқорлық және де тәрбиелікті көрсетеді. Бұл қасиеттер қазақ қоғамындағы дәстүрлі тәрбие жүйесінің маңызды элементі болып табылады. Яғни ережесі деп айтсақ та болады. Және олардың адамгершілік принциптерін көрсетеді. Сонымен қатар шығармада шәкіртке ақыл айту, тәлім беру арқылы білім беру мен рухани тәрбиеге басымдық беріледі. Академик пен оның шәкірттері арасындағы диалогтар, тәжірибелік сабақтар арқылы ұлттық дәстүрдің маңызы аспекттері білімді қадірлеу, адалдыққа үйрету және ғылыми ізденіс құлшыныс болып көрінеді. Барлық осы салт, дәстүр мен рәсімдер шығарманың ұлттық реңін күшейтеді, яғни ұлттық рухын. Оқырманға қазақ зиялыларының мәдениетін, дәстүрлі тәрбие мен адамгершілік ұстанымын толық түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге оларды қазақ жастарға үлгі етіп көрсетуге ықпал етеді. Шығармадағы әрбір әрекет, әрбір әңгіме диалог арқылы қазақ дәстүрінің тек сыртқы көрінісін емес, оның ішкі көрінісін және де оның мәнін, яғни адамның ішкі қасиеттерін, тәрбиелік мәнін, бана атап өткенде үлкенге құрмет, кішіге ізет, рухани құндылығын, рухани рухын көрсетуге тырысады.